Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке барлық ұлт өкілдерінің ынтымақтастығы мен достығының, бейбіт өмірдің рәмізі. Ал бейбітшілік пен тұтастылықтың, ұлтаралық келісімнің мемлекетіміздің ең басты әрі негізгі рухани байлықтарының бірі болып саналады. Сіздерге шынайы көңілмен, мол бақыт, ашық аспан, елімізді дамытуда бастаған барлық еңбектеріңізге мол табыс, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Тағы да бірлік күні құтты болсын. 1 мамыр бірлік күні. Алайда бұл мереке біздің мемлекетіміздің әрбір бұрыш-бұрышында күнделікті тойланатын мереке. Себебі біз қазақ халқы адамды лауазымына, оның ұлтына емес, оның жай ғана адамгершілігіне қарап сыйлайтын халық. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн. Ынтымақтық шертсем деймін бір жырын, татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндер менен ділімді, салт дәстүрлер сыйғаласты бүгінгі. Бір туғандай ұлтаралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгінді. Серт берісіп, ұрыс болып қалуға, нәубеттерден аман жетті дамуға, байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Сіздерді татулық пен келісімнің нұрына малынған 1 мамыр Қазақстан халықтарының татулық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға құт-береке және бақыт тілеймін.